Былай, Құдай аспан домалақ ғалам, Құдайдық. Қалай болса солай 18%. Құдайдығымен қайта маған істейсің. 18%-ға qaтай, жаман бол, 1%-ға деп. Білмеймін енді, көре алмағаным ба, бірдеңкем бар. 1% бар, қалай ойласан да, сен жаныңды көрсетті. Құдайдығын қолын жанынан алыстау болған. Қосылған жоқ. Қолын басымен қосылып тұрды. Аймен. Айдан қолын шығып тұрды. Осындай айдан. Толық емес айдан. Қолын шығып тұрды Құдайдығын. Енді Құдайдың қол. Міне, адам баласының қолы. Құмыран айналып тұрды жанын. Яғни, сен айттың 100% таңдау бар. Әр кезде, әр уақытта, әр сағатта, әр сенің күнінде, әр сенің түнінде, әр сенің уақытында. Сен уақытсың, сағатсың. Құдай аспан домалақ ғалам, 100% ең биік күш. Енді анамнан бірінші естідім Құдай деген сөзді, соңын әкем 15 жасында айтты, мен толық қазақтың баласымын деді. Толық қазақтың баласымын деді. Өйткені ол жеті ата туралы айта берген. Мен жеңіл көлігіне отырғанын. Содан Өскеменнен келгенде Таразға, Алматыдан Таразға барғанда. Содан кейін Индира айтты, Құдайым, бүгін енді қыздардың күндері ма, Құдай олдық, аспан домалақ ғаламның күні, әр кезі Құдайдікі. 18% әрбір жанның басында. Құдайдығы. Мөлдір айтты, сайтан деген сөзді естідім. Анашымнан Құдай деген сөзді естідім. Индирадан Құдайым деген. Раушан білмеймін. Сайтан туралы сөйлеме деді, білмеймін. Кім сайтан? Құдай ма, өзі ма, ұқпадым мен. Кім сайтан екен. Соң кейін неме дедің? Айжан, мен қазір жын боп отырмын. Бәрін алсан, ал бәрін. Сен сайтансың. Және молыңды алғың келсе, басына жауап бергің келсе, адам баласы болғың келсе, 100% бәр жағынан молыңды біл. Молыңды біл. Құдай, аумин.